Туған жерім, башмақ койы, балалықтан сүйемен, чөлерінні, үйлерінні, түшлерімде көремен. Шу Делевер Усмановның мешур ернің сатырларыны бұйық ана ватанымызның Галиба Эрбурсакені біледір. Анлағаныңыз кібі тарих ізлері программасы тамам башмақ койынде. Туған жерім, башмақ койым, балалықтан сүйеме, чөллерімні. Рунная, яғни башмақ, Бусақ районының ортасында, Қырымның чөлінде ерлешкен бір койчықтыр. Шу кой Сасыл гөліне түшкен елғаның бір четіндедір. Дені сатқындан yüksеклігі ise 33 метрні тешкіл етмекте. Қомшы көйлері ise карьерная, яғни қотыр, ве глинка, яғни қанғыл көйлері сайылалар. Район мерkezіне олған месафе 21 километрні тешкіл ете, анда да ән яқын сақ станциясы ерлеше. Бірінші кере шу кой Қырымның камераль тарифлерінде қайт етілген екен. Шу қайдыларға көре башмақ койы Бақчысарай қаймақанлығының Қарақұрт қадылығына айыт олған. Қырым 1783 сенесі Русия империясының теркібіне кірген сон Екатерина II бір ферман чықара. Шу ферманға көре Қырым ханлығы топрағында Таврия вилееті тешкіл олынды. Шунын үшін кой Кезлев уездіне кірсетілді. Павловның реформаларындан сон, яғни бұ 1796 сенесінден 1802 сенесіне же олып кечкен денішмелерінден сон Новороссийск губерниясының Ақмечет уездіне кірсетілген. Яны административ бөлінмесіне көре башмақ койы 1802 сенесі тешкіл олынған Таврия губерниясының Кезлев уездінің Урчух вилеетінің теркібіне кірсетілді. 1806 сенесінің 19 апрель күні сақланып қалған малюматларға көре башмақта 7 азбар, 58 Қырым татары, 8 эсір бар еді. 1817 сенесі арби топографик харитада шу кой 10 азбарлы кібі қайт етілген. Тамам шу ерде елға янында ескі башмақ койы ерлеше еді. Зиманеви башмақ ise ескі койының янында құрылған. Шу койде чөл ерлерде ерлешкен чоқысы көйлерде олғаны кібі, ерлі кой әялісі Зайре асыравы, қой, мал, әв құшлары бақмасынен оғраша еді. Шу ақта да бізге койның ескі ады башмақ, веземаневи рунная ады айтмақта. Қырым татарлар башмақ деп мейізлері осы башлаған бұзаларға айта екенлер. Койның шындықы руна адына назар ташласақ, яғни руно сөзінің манасыны теренже огренсек, руно бұ қой юныдыр. Қадими эфсанеге көре руна койының скелелерінде су чоқырағы бар еді. Түрклер ise шу чоқырақны қой юнынен қапатқан екенлер. Бүгін де бүгін башмақлылар айны шу ішлерінен оғырашалар. Башмақ койынде жәмие қолғанындан себеп, кой әялісі байрам вечума намазларына қомшу карьерна, яғни құтыр койыне бара екен. Ватанымызға авдет олынған халқымыз 1990 сенелерінде койде иш тапып анда çalışмақ имканлары бар еді. Койде яшаған әялінің эксериеті тамам койдекі токта, жылап, боғдай, арпа өстірілген тарлаларда, себзеват, яғни бубер, хыяр, хавуч, томат, картоп асыраған топрақларда, тракторжы, бостанжы, суарыжы олып çalışқанлар. Койде үч дане кашара бар екен, ләкин шындылық тек бір данесі çalışа. Да. Башмақ койынде чоқ елдан берлі яшаған қартлар койдекі елғада су базы бір вақытлары о қадар көтеріледі ки, анда қайық ішінде башқа мемлекетлерден біле келген ве алыш-веріш япқан сатыжылар келе екен. Башмақ койынде башқа чөлде ерлешкен көйлерде олғаны кібі күл төбе де бар еді.
Бызым халқымыз не чундыр күлге сақынып янашайды. Олар күлтөбе үстінде шейтан ойнағанына эмин эділер. Әр саба кой эалесі шу күлтөбенің янына барып, күлні токып, лақырды етіп, соңғы хаберлернен бірі-бірінен пайлаша эділер. Башмаққа қомшы, қотыр, қанғыл, мавлюш көйлерінден той жиынларға яшлар келіп, бірі-бірінен ойнап, чынлашып, еглене эділер. Ришат Қарбаба қорынтасынен сургунлік вақытында Черчик шеріне тушы екен. Ят мемлекетте де 11 сынып мектеп бітіріп, агротехникумға оқымаға кіре. В советское время, раз отучился, меня направили на должность агронома в Союзники в Ташкенте. Вот туда не требовалось, только это ждали. Какой-то раньше меня пришел, вот, его взяли. Меня в другое место направили. И потом я попал в это, Таш область Тазра. Нет, да, Таш область Тазра, биологический метод борьбы против сельхозвредителей. Это старший агроном биолаборатории направили. Дали должность, я там проработал. И потом, возможности не было в Ташкент ездить постоянно, а я в Черчике жил. Анлағанымыз кібі, Ришат Қарбаба өсімліклернен оғырашмаға, оларны етіштірмеге пек севе екен. Қарбабаның анасы әр вақытлары оңа ескі башмақ көйі насыл олғана қында икәйе етеді. Оның икәйелеріні Қарбаба әлі бүгін хатырлай. Анам айтқанына көре, мұнда 70-80 қоранта бар еді. Менің жаны, құйын жанында жылғада еді көйіміз вообще, жылға ішінде. Терен төбеге табан, анам айтар еді, жамы бар еді, потом түрмен бар еді. Түрмен уже точно. И екі немсе үйі бар еді. Ол немселерін жеңтен бірін шығардылар мұнан көйден. Неден бірін. Екі қоранта немсе бар еді. Анам айтар еді омады. А біз құйын жанында шу башмақ құйын жанында отыра едік. Башмақ не үшін десені мен анамның оғадарлығын білмедім мен. Уже здесь понаслышке я узнаю у других уже. Өзім 11 айлық мен точно білмеймін. Вот, понаслышке так уже нетемен. Вот, он ровесник Симферополя башмак. Ровесник, кто знает Симферополя сколько лет, так говорили люди. Он давнишний это. Да, колхоз болған. Колхоз Сабандаш. Сабандаш болған. Колхоз Сабандаш. Все сюда подчинялись. Все, нелер, Глинка, нелер, Хотырбахы, вот это еще, как его, Айдарғазы, все сюда относились к башмаху. Мен ең іштем, анам татасының ақайы председатель колхоза был. Решат бейнің рефиқасы Нурлие Асланова есе, Таджикистанда Ленинабад вилаятының совхоз Палаз деген ерде доғылып, анда башта мектепте, соңра есе Ленинабад педагогика институтында тәсіл алды. Қырымға қайтқанда Решат ве Нурлие Арслановлар да чоқ зорлық чектілер. Тоқта çalıştı, аны пшеница кетіреді, аны боғдай кетіреді, шоны тартып, ұнны ясайды. Кірпелеріні неге малға бередік, 5-6 тонна зерно алайды, неден тоқтан береділер за работу. Айлықты алайды, оман текаран неттік көтерілік. Тоққа чағырдылар мені, завток. Завток түгіл, управляющий. Не теразеге чағырдылар. Теразе, анда балабан теразе бар еді, шында жоғы. Теразе. Тоқтатығыл, силысын тартайдым, неге, озерныге неге алып кетейді олар фермаға. Шоларын тартайдым, сон
күзде уже біз язда келдік, июньде келдік. Аны сон неде күзде чағырдылар уже тоққа мені. Тоққа чағырдылар. Айо, ялан айтайым. Сон это управляющий айтты, обед раздавай деді. Такой вот автобус был, как носик, как утконос был. Шоман обед раметле сиджелағай водитель еді. Мына кішкене ұлым алдым да, екіміз ауырда нелер, термослер шоларман обед ташыдым. Барып, Озерныйден, столовыйдан алып, мында чөллерге дарқатып жүредік. Нурлие Арслановнаның айтқанына көре, оның башмақлы қайнанасы чоқ шейлерге, Қырым татар әдетлеріне оны өгретті. Дада Арслановлар қорантасында Решат Эфендінің бабасындан та Қырымда басылған Құран китабы сақланып қалған. Шу китап Арслановлар қорантасының ең қиметлі шейідір. Башмақ койының сакины Исабей Мурасов қорантасы елі Қырымға 1989 сенесі қайтып келді. Мен Өзбекстандан, Баяут районынан, Дмитрова кой районный центрінден 1989 сенесі бұяқа Қырымға көчіп келдік. Қайтып келдік дежекміз. Өзіміздің ветанымызға бабалар, аналар авесет еді, оларын да көчіріп, сау екенде көчіріп келдік. Мына епіміз мұнда. Тамырларымыз Сақ районына, чөл тарафындамыз епіміз. Оларын саулық уақында ниетлеріне еткіздік, көчіп келдік. Мына шу Сақ районын Қотыр деген көйіне келдік. Ол Қотыр деп, оны Қотыр вақыбы болған о ері. Қотыр вақыбы башмақ көйінің янында. Şu Қотыр вақыпқа келіп түшкен едік. Анда 5 жыл яшадық. Шариатлар азғын ағыр жайды. Сон башмақ көйінде евлер сатылайды. Көй айвансыздық бағылайды. Мұнда айван суы бар, газы бар дегенде şu көйге көчіп келдік. Мұнда 98 сенесі көчіп келдік бұяқа. Мұнда башмақ көйінде яшаймыз. Башмақ көйіні ежелі-елден білеміз. Біздер Баяутқа, біздің қалқымыз депортация вақында көчіп барғанда Баяутқа. Көпсі бүтін Сақ районы янында көйлер епсі шо бір эшелонман шо Сырдария облысына, шо Баяут районына, Баяут разъезд станциясына барып түшірген еділер оларын. Олар епсі анда шо Баяут районында шо разъезде түшіріп, оларын епсін тарқаттылар көйлерге. Бірінші Баяут, үшінші Баяут, екінші Баяут, 8-ci отделение деген. Шо көйлерге анда Өзбекстанға тарқатқан еділер. Анда көпсі шо Сақ районының чөл тарафының көйлері. Башмақ, Мавлюш, Бараш, Қотыр вақыбы, Күчі деген көйлер. Епсі шо көйлерден, Айдарғазы деген көйлерден жемат барып анда түшкен еді. Біздер шо яшылығымызда анда шо дуалар, сеналар, өзіміздің әдетлер бойынша көрішкен вақында епсі бір-бірінден сұраштырайды. Сен қайсы көйденсің, сен қайсы көйден деп шамалде қартларымыз ұлап еткен вақында біздер шолардан епсінден ешітіп шо көйлерін біледік. Білгеніміз кібі, ватанға авдет олған халқымыз өз қоранталарыны бақмақ үшін çalışмақ керек еді. Ләкин оғыр вақытлары бір кімсені ішке алмайдылер. Исабейде өле шарайтлерге оғырады. Ләкин шу қиын вазиеттен бір-де-бір ел тапа білді. Келгенімде енді біздер епіміз анда оқидан еді. Мен техникум бітірген едім. Техникум бітірдім. Анда яқшы ішлерде çalıştым. Мұнда көчіп келгенде біздерін ішке алмадылар. Пропискаға барсаң, башта штаб дейділер, ішке барсаң, башта прописка бол дейділер. Біздерін шо авес етіп қуанып алмайдылар. Біздерін шо яваш арқаға сіреділер, алмайдылар, татар болды деп. Онда білгеніміз, мен барып ішке енді кіремен десем, іш керек дейлер. Зенатшы бір ішке алacak болсалар, керек дей, барып документтерін енді берген вақында, жоқ, керек ме дей, татар екенімізді білгенсін, документтерін қарағансын, алмай еділер. Шоға қарамастан сон, мен шу техникумда оқығанда, бізде шадетнамелер бергенде, сонда бір зенат yazып берген еділер.
механизатор, хлопкоуборочных, комбайнов, деп зенат бар еді, соны берділер. И астында газоэлектросварщик деп зенаты қосылған еді, смежный қосылды, зенат берген еді, сварщик. Мен оны етмей едім зенат, потому что мен анда яқшы іште çalışaydım. Анда прораб болып çalıştым, замдиректор ПМК-да çalıştым. Ожалық еттім, мына балаларының мектепте трактористерін оқыта едік. Қышлақ қожалығын бітірген соң оларын оқыта едім. Сон мұнда келгенсін енді шо зенатлерден соң бұл ішке барамын, ал мен сон айттылар сварщик керек деді. Яқшы сварщик керек деді. Енді мен документім бар, зенатым қолымда, практикасы жоқ, етмеге. Мен өзіме яраша сварка ішілерін бежередім. Сварканы етедім, өзіме керек. Бұндай оны енді мына машиналар, автобазаларда çalışmaға, я бір шейде çalışmak үшін оны яқшы сварка етмек керек, қатты етмек керек. Менің қолымда енді оны опытым жоқ еді. Но келеді документ болған үшін алдылар ішке. Шо документ үшін алдылар. Сон енді çalışmaға başladım. Машиналар келе, бұзыла, үзіле, кузовы үзіле, бір шей үзіле. Мен қолымдан бек кемейеді. Соны айта едім мен деймен, мына бұны деймен варит етмеге мен етермен, но қаш бір аптаға болacak mı, 3 күнге ме ядып шетедім де, қолымдан кемей, но документ бар, çalışaydım. Сон шайтырып еткенсін, ішке кіргенсін, бір ай шайтырып чекіштім, достарым бар еді, yanımızda ПМК-да татар балалары өзімізден, оларға айта едім, барыңыз ма мына бір şeyler етіп, электродын беремен, я бір şeyler беремен, жетішмеген инсандарын, барыңыз анау бала яқшы варит ете, деп, о баламан келіштік, айтамын, мен жіберермін, мен адымнан саға барып, şeyler етсе, сен зенатыңды шоны доғырлап сварка етіп бер дедім, олар сонысын сварка етіп береділер. O maşına şайтырып айтacağım şu çareni bir ay kaçı şunday çareni tavıp şetip jirdim men. Son şetip zenat boşadı, birisi ketdi, onun yerine başka işe öttüm şaytırıp degende yerleştim, temelleştim şu avtobazada. Башмақ қой сәкенлері ос ана қойыны о қадар севейлер ки, атта белі чөл бүлбүлі кібі мешур олған Делевер Османов юржымызға башмақ қой ақында бір ер язмаға мұражат еттілер. Ну, башмақны біледік. Мына бұл местақай сау болғанда олар Делевер Османовны шетіп bir şeyler yazsa деп отырышларда шеткенде bir yaz башмақ көйі айтылы көйі деп айтылайды. Шо бір yaz bir діркі я бір şey ерже деп шоға сон мына бұл Делевер Османов сон yazdı bu башмақ көйі деп шо сөзлерін шетіп қосып андан алып айтқан лаплардан айтылы башмақ деп тамырларын деп шо бұл шо балаларымен чақасымен балалары kızları degende olar hepsi koşulup şu Delevер Osman'ı rica etip o şu ricasını getirdi sağ ekende уже şey etti o eşit almadı onu ana endi bu dırkısı aytılı eşitilip tıramına. Annemnin bir kızı edim, oynardım güldüm. Annemden gizli bir yarda sevdim, alemge doyuladım. Башмақ қойыне бірінші олып келген қой сәкенлерінден бірі Гүлнара Мифаевадыр. Çerçik'te oturdum, Çerçik'ten mında koçtum. 68. yılı. Son повар болып çalıştım, traktoristlerge aş pişirdim. Şaytıp, ballarını okutup, şaytıp yaşadık bu mal geçecek. 50 kaç yıl buldum da oturganımız. Ballar okup bitirdi. Hepsi institut bitirdiler. Çalıştılar. Babamız traktorist edi. Son şoför buldu. Şaytıp yaşadık. Hali bugün yaşayımız, razımız, yakşı.
Милетіміздің чоқысы Орта Азиядан Қырымға қайтып келгенде, андакы евлеріні, ирзенатларыны, достларыны қалдырып, Озбаба деде топрағында яңы аят құрмақ үшін келді. Әлбетте, қайсы бір кіші ватанға қайтқанда сорлықлар чекмеді. Зера Идрисова да осы хикаясынен векой или бағлы олған илкте суратларынен пайлашты. Булгаков Адилбейні торынларынан боламан. Бабам тарaf Вилина койы, Идрисов Девлетлер, Идрисов Халилбейні торынлары боламан. Өзім 1949 жылы Өзбекстанда Сырдария облысы Мирзачул районында доғылдым. 2008 жылы мынамында көчіп келдім Башмаққа. Берден үй таптым, алдым. Шома мына балаларыма мында яқшы яшаймыз. Қолымыздан келген devletімізге ярдым етеміз. Рунна, яғни Башмақ койының бұйық несілінің векілі 86 яшында олған Урмуз Керимова да Өзбекистанда Қашқадария вилаятының Китап шеріне сұргун етілген. Анда да Урмуз әпте эбанайлық япты. 1995 сенесі ise айлесінен Қырымға ветамын Башмақ койыне келді. Сонан соң бұяқа көштік 95-те Қырымға. Ақайым өлгенденді завалы. Сонда етіп, мұнда отырымыз, пенсия шығып, ашап болам. Әлбетте, әрбір койды олғаны кібі, Башмақ койынде де медени тәріқияты мевджуттыр. Ерлі клубта ise медениетке, урфадетлерге, ветувған койге севгі ашлана. Ольга Громадская койге 1977 сенесі Винница вилаятының Комаровка койынден омыр арқадашы еле келді. Башмақ койының клубында ise 1985 сенесінден башлап, бүгінгі күнге же, яғни аман-аман 36 ел девамында башчылық япа екен. Шымдылық клубта 8 халық ансамблі бар екен. Бұл вокаль, ойын, еліші, ресам, веда дегер тогереклерідір. Эвел вақытлары кой сакинлері үшін клуб вазифесіні ерлі бухгалтерия бечері еді. Лекен вақыт кете еді. Кой иялесінің сайысы арты башлады. Шунын үшін кой кенчлері оз күчінен қомшы қотыр койындың таш ташып, оз койдешлері үшін яны клубны құрған еділер. Бізім күндерімізде де бинада тамир ишлері өткеріле. Әвеллері олғаны кібі, шымды де көйлілер клуб хадимлеріне ярдым қолыны узаталар. У нас вот единственный очаг культуры. Люди, конечно, идут с удовольствием. Очень любят такие праздники народные. Это Масленица, Новый год, Ивана Купала, День любви, семьи и верности. Ну, такие праздники, конечно, и обязательно 9 мая. Каждый год мы отмечаем, проводим праздник села. В прошлом году, в 2020 не получилось, потому что в связи с эпидемией вот этой коронавирусной мы не проводили. Ну, думаю, что в этом году уже все наладится. И мы опять соберемся большой дружной семьей отмечать праздник. Ольга Николаевна Башмақ койыне узақ ерлерден келіп, мында да оз турмышыны вечтимаи аятыны тузетіп, ерлі кой сакинлерінен берабер, uzun вақыт девамында muhabbetlікте, самимилікте яшай. Эбетте, койнын яшайышы ве ишлерінен о қадар оғырашқан Ольга Николаевна Башмақ койының тарихынен мерақланып, Ахмеджитшерінің архивіне барып, кой ақында олған малюматларнен таныш олды. Та былтыр шу клубта ескі фотокарточкалардан сергі япылды. Шу фоторесімлерде сәде көйлілерінің яшайышы пек яқшы көріне. Бұл фотолар көйлілер үшін бұйық бір қиметтір. В деревне у нас проживает до Нового года, буду сказать, потому что уже таких данных еще не брали точных, 405 человек. Народы у нас, разные народы проживают, русские, и крымские татары, и есть узбеки, и цыгане, и
украинцев много, потому что было переселение в 70-71 году, переселенцев с Украины в Крым, поэтому много есть здесь украинцев проживает. Люди все дружные, молдаване есть. Люди живут, люди дружные, доброжелательные, отзывчивые. Ну, в общем, очень хорошие люди у нас в селе. Не кадар сыр ташый бізім ана юртымызның көйлері, ойескыевчиклер, кен, берекетлі чөллер, шу самими, ачыл гонылы ватандашларымыз. Бізім халқымыз не кадар зорлық, қиынлықлар көрсе де, рухтан тушмей, оз аятыны, яшайышыны девам етіп, инкишаф етмеге тоқтамай. Böyle мерақлы кейелер бізні, медениетімізні, тілімізні, динімізні сақламақ, рухландыра. Бүгін тарих излері программасы екі бұйық сақ ве кезлев шерлерінің ортасында Қырымның учсыз-бұжақсыз чөлінде ерлешкен Башмақ койы ақында тариф етті. Егер де сіз оз койыныз яда шеріңіздің кечміші ве зиманеви аяты ile пайлашмаға істесеңіз, бізге мұражат ете білесіңіз. Колерим айрылмас сенден.